Ал балалар, өздерің білетіндей, аналар мерекесі, нәзік жандылар мерекесі жақындап келе жатыр, иә? Сол себепті бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемнің жарығын. Жарайсыңдар балалар. Ақын да, әкім де, ғалым да, барлығы бір анадан туылады. Ана біздің кіміміз? Ана біздің күніміз. Өзіміздің аналарымыз жайлы еркін тақырыпта шығарма жазайық. Менің анамның есімі Жұпар. Ол әлемдегі ең керемет жан. Маған күнде түрлі тәтті тағамдар әзірлеп береді. Анамның дайындаған тәттілерін жеу үшін менің достарым тіпті кезекке тұрады. Мен анама өмір бақи қарызбын. Мен анамды өте қатты жақсы көремін. Өмірге мені жолдайды. Менің анам тазалық сақшысы. Қаланың дәл осындай әдемі, таза болып тұруы анамның арқасында. Егер анам жұмыс істемесе, айнала қоқыстарға толар еді. Көшені шашып, қолындағысын қоқысқа тастамағандарға қатты ашуланам. Анамның еңбегін бағалаңдар деп айтқым келеді. Мен анаммен мақтанам. Адамды Алла көп сынар. Әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат. Жұмақ жақта да жоқшы. Анашым бұзық тыңдамайтын адамдарды тәртіпке шақырады. Ол полиция қызметкері, күндіз-түні жұмыста. Оның жұмысы тым ауыр екенін мен жақсы түсінемін. Себебі өміріне көп қауіп төнеді. Айтпақшы, оның пистолеті бар. Анам үйге келе салысымен бізге көңіл бөлуге тырысады. Жұмысында қатал болғанымен, оның жаны гүлдей нәзік. Менің анам ұлағатты ұстаз. Ол балаларды қатты жақсы көреді. Күндіз-түні мен секілді оқушылардың үй тапсырмасын тексереді. Айтпақшы, маған үй тапсырмаларын анаммен бірге орындаған ұнайды. Анамның ең керемет қасиеті мейірімділігі. Ол жұмысқа да, үй шаруасына да уақыт тауып демалыс күндері қыдыртады. Менің анам әлемде ең мейірімді адам. Біреу құлап қалса, біреу жарақат алса, бірден көмекке келеді. Үйде көп укол бар. Көршіміз ауырып қалса, дереу біздің үйге келеді, ал анам бір-ақ күн емдеп береді. Сол үшін мені барлығы жақсы көреді. Алғысын айтқан көршілер анамды адам жанының арашашысы деп атайды. Мен оның мағынасын толық түсінбесем де, анамның пайдалы іс жасап жүргеніне мақтанамын. Кейін өскенде мен де анам секілді ақылы киіп дәрігер болғым келеді. Мен өскенде анамды бағамын. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды. Анасыз бала болмайды. Жалғызым жаным жанапам. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым, жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем, бір өзіңе еркелеп жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүтеді. Ақ сүт берген, қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Өз балаңнан артық бала бар мана.